Қайырлы күн, отандастар. Біз бүгінгі тақырыбымызда патриотизм туралы сөз қозғайтын боламыз. Патриотизм сөзінің мәні отандастар деген мағынаны білдіреді екен. Бүгінгі жаңа Қазақстанда осы мәселені біз қайта қарауымыз керек. Хакім Абай айтқандай, қазақтың қадір қасиетін арттыру әлі де өзекті болып тұр. Біз отаннан бұрын осы отанның, осы қазақ елінің заңды мирасқоры, мемлекет құрушы қазақ ұлтын танытуды Қазақстан бойынша қолға алмай, біз қазақ ұлтының ешқашан қадір қасиетіміз артпайтын болады. Қазақ елінде тұратын барлық этностар қазақ ұлтын танығанда, қазақ ұлтының қадір қасиетін, салт дәстүрін ұстанғанда ғана біз ұлт болып ұйысамыз, ұлттық мүддеміз толық болды деп біз кәміл айтатын боламыз. Ұлттық идеология дегеніміз бұл болашаққа қамдану дегенді білдіреді. Ал енді мынау біздің қазақ еліндегі патриотизм мәселесі жастарды жалпы патриотизмге тәрбиелеуде біз патриотизмнің қамдану алгоритмін қолға алуымыз керек. Патриотизмде біз ең бірінші патриотизмнің бастау көзіне ата заңымыз, Конституцияның бірінші бабындағыдай адам құндылығын басты назарға алып, біз қазақ ұлтын танытудан біз бастауымыз керек. Екінші деңгейде біз жалпы Қазақстан бойынша барша этностардың қазақ ұлтының салт дәстүрін біліп, қазақ ұлтының салт дәстүрін ұстанатындай патриотизмдік жұмыстар жүргізуіміз керек. Үшіншіден барып, осыдан кейін барып, үшінші деңгейде жалпы қазақстандықтар, бағанағыдай отандастарымыз сонда ғана қазақ еліне қызмет ететін болады. Отанға қызмет ету бұл нәтиже болып табылады. Отаншылдықта ұлттың дамуы, оның ішіндегі ұлттың әскери әлеуеті аса маңызды болып табылады. Сол әскерді ұстап тұруда ғаскердің көңіл күйі аса маңызды. Әскери қызметкерлердің көңіл күйі бұл қашанда жеңістің кепілі болып табылады. Осыны қамданған алашордалықтар осыдан 100 жыл бұрын ғаскер әнін, ғаскер өлеңін, ғаскер маршын жазып Алашорда әскерінде жырлаған. Біз қазақ елінен сүйінші айта отырып, осы 2024 жылы ғаскер әнінің табылғандығын сүйіншілікпен жеткіземіз. Өнертанушылар ғаскер әнінің 4 нұсқасын тауып, авторлары бойынша өнертанымдық жұмыстар жүргізіп жатыр. Бір деректе Міржақып Дулатов автор десе, бір деректе Жүсіпбек Аймауытов автор дейді. Авторларды өнертанушылар анықтағанша, біз ғаскер әнін отан қорғаушылар күнінде жастарды патриотизмге тәрбиелеуде насихаттап, қазақ елінен сүйінші сұраймыз. Қазақ ұлты тіл қазақ болу үшін керек, дін адам болу үшін керек деген нақыл сөз бар қазақта. Олай болатын болса, біз отан қорғаушылар күнінде ата бабамыздың жауынгерлік өнерін, қазақтың ұлттық болмысын, қадір қасиетін айшықтайтын ғаскер әнін сіздерге ұсынамыз. Арға там ертірек біз қазақ еліміз, Самалтау шалқар көл сарыарқа жеріміз. Атын сек жел болып
жау қойран салама. Ертерек ежелден оқ тескен етіміз, қайтпаған еш жаудан қайтпаған бетіміз. Жаусын оқ, ақсын қан, шықсын жан, қорқу жоқ, Алаштың жолында жан қимақ ниетіміз. Алаштың әруағы жебесін қолдасын, ақсақал тілей көр сапарды ондасын. Жасаған жар болып қазақтың еліне, жасасын, сақтасын Алаштың ордасын. Жасасын, сақтасын Алаштың ордасын. Ғаскер маршының 4 нұсқасында қазақ ұлтына деген сүйіспеншілік, қазақ ұлтының қадір қасиеті әнменен жырланып, жауынгерлерге рух сыйлаған. Ғаскер маршында алаштықтар ұлттық мақсатты, ұлттық мүддені, ұлттық болмысты қазақ елінде таратып, бүкпесіз ұлтжандылықпенен қазақилықты жырлаған. Ғаскер әнінде Алаш маршының 4 нұсқасы да түгел болсын. Өнертанушылар, оның ішінде біздің өнерпаз әншіміз Ескендір Қасымғалиевтің 2-ші нұсқадағы Ғаскер әнін, Алашорда маршын тыңдауға ұсынамын.
қуанған қазақ. Олай болса, жоғалғанымыз табылған ғаскер әнін мектептерде жасөспірімдерге жаттатып, үйлерімізде орындауды қолға алайық. Отанға қызмет ету сан салалы жүріп отырады. Жаудан қайтпаған қазақ елінің әскері мәңгі жасасын, мәңгілік қазақ болып қалуды Алла бізге нәсіп етсін.